Бүгін жұмыс сапарымен Сарыөзек әскери гарнизонына келдік. Бұл жерде бақандай екі бірдей әскери бөлім бар. Негізгі мақсатымыз жас сарбаздармен кездесу. Жалпы мәжілістегі қорғаныс комитет тарапынан биыл біз үшін жемісті жыл болды деп айтуға болады. Бақандай 3 заң жобасына президент қол қойып, қолданысқа енгізілді. Бұл заңдар жалпы қорғаныс саласына көңіл бөлініп отқандығымызды көрсетеді билік тарапынан, және бұл заңда көптеген жеңілдіктер жасалынған. Мәселен, жас сарбаздар өзінің әскер қатарында жақсы көрсете алса, жаңағы арнайы сертификат алып, жоғарғы оқу орындарына тегін түсуге мүмкіндік беріліп жатыр. Және жылдан жылға әскери адамдарға деген имидж, көзқарас оңды қалыптасуда. Сондықтан айбынды әскеріміз жасай берсін, Қазақстанның абыройы арта берсін, әскерге деген құрмет әр кезде жоғары болады деген мен ойдамын.